Егер сіз таңертең оянғанда тізеңіз, беліңіз, иығыңыз ауырса, бұл видеоны соңына дейін тыңдаңыз. Себебі бүгін мен сізге буын ауруын операциясыз, дәрісіз азайтатын 5 тағам туралы айтамын. Бұл тағамдар қымбат емес, дәріханада сатылмайды, бірақ нәтижесі нақты. Ғылым дәлелдеген нәрсе. Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Мен Нұреке дәрігер. Лайк басыңыз және каналға жазылыңыз. Бастайық. Алдымен буын ауруы неден болатынын түсінейік. Себебін білмей емдеу мүмкін емес. Буын екі сүйектің қосылатын жері. Буын ішінде шеміршек бар. Ол сүйектерді бірінен бірін қорғайды, үйкелмесін деп. Буын ішінде сұйықтық бар. Ол шеміршекті тамақтандырады, майлайды. Жасқа қарай осы шеміршек тозады, сұйықтық азаяды. Сүйектер бірінен біріне үйкеледі. Ауырсыну басталады. Қабыну пайда болады. Буын ауруының негізгі себебі қабыну, орысша воспаление. Буын ішінде қабыну болса, ісінеді, қызарады, ауырады, қатып қалады. Дәрілер осы қабынуды басады. Бірақ дәрілер себепті жоймайды, тек симптомды тежейді. Дәріні тоқтатсаңыз, қабыну қайта оралады. Ал тамақтану арқылы қабынуды азайтуға болады. Кейбір тағамдар қабынуды күшейтеді. Кейбір тағамдар қабынуды азайтады. Бүгін мен сізге қабынуды азайтатын 5 тағам туралы айтамын. Тағы бір маңызды нәрсе шеміршек. Шеміршек өзін қалпына келтіре алады. Бірақ өте баяу. Ол үшін дұрыс қоректік заттар керек. Осы қоректік заттарда бүгінгі 5 тағамда бар. Гарвард медицина мектебінің зерттеуінде қабынуға қарсы тағамдарды тұрақты тұтынатын адамдарда буын ауруы белгілері 37%-ға аз кездескені анықталған. Лайк басыңыз. Бұл видеоны туыстарыңызға жіберіңіз. Бірінші тағам. Майлы балық. Лосось, скумбрия, сельд, сардин. Осы балықтарда омега-3 май қышқылдары өте мол. Омега-3 буынға не істейді? Омега-3 ең күшті табиғи қабынуға қарсы зат. Ол буын ішіндегі қабыну молекулаларын тікелей тежейді. Буын ішіндегі сұйықтықтың мөлшерін арттырады. Шеміршек жақсырақ тамақтанады. Шеміршектің тозуын баяулатады. Дүние жүзінде ревматоидты артрит, буын ауруының ауыр түрі. Бар науқастарда жүргізілген зерттеуде омега-3 тұтынатын топта буын ауырсынуы 12 апта ішінде 25%-ға азайғаны байқалған. 25%. Бұл дәрілік препараттар беретін нәтижемен салыстырарлық көрсеткіш. Аптасына 3-4 рет жеңіз. 1 порция, 150 грамм. Пісіріп немесе бұқтырып жеңіз. Қуырылған балықта омега-3 жылудан бір бөлігі жойылады. Балық жей алмайтындарға балық майы капсуласы. Күнде 1-2 грамм омега-3 капсуласы балықпен бірдей нәтиже береді. Дүкенде сатылады, қымбат емес. Екінші тағам, зімбір. Зімбір туралы сусын ретінде бұрын айтқан едім, бірақ буын үшін зімбірдің пайдасы ерекше. Зімбірде гингерол мен шогаол деген заттар бар. Осы заттар буын ішіндегі қабыну ферменттерін тежейді. Ибупрофен, буын ауруына жиі жазылатын дәрі, де осы ферменттерді тежейді. Яғни, зімбір мен ибупрофен бір механизмде жұмыс жасайды. Бірақ ибупрофен асқазанды бүйректі білдіреді, зімбір білдірмейді. Копенгаген университетінің зерттеуінде буын ауруы бар науқастарға 3 ай бойы зімбір экстрактісі берілген. 63%-ында ауырсыну мен ісіну айтарлықтай азайған. 63%. Бұл 3-тен 2-сі деген сөз. Қалай тұтыну керек? Күнде 1 шай қасық тазаланған, сақталған зімбір. Шайға қосыңыз, тамаққа қосыңыз, немесе зімбір шайы ретінде ішіңіз. Тамаққа қосқанда пісіп болған тамаққа салыңыз. Жылу гингеролды азайтады. Ескерту. Қан сұйылтатын дәрі ішетіндер сақтықпен. Үшінші тағам сарымсақ. Сарымсақ туралы бұрынғы видеода толық айтқан едім. Бірақ буын мәселесінде сарымсақтың рөлі ерекше. Сарымсақтағы аллицин буын ішіндегі қабынуды азайтады. Бірақ сарымсақтың тағы бір ерекше қасиеті бар. Диалил дисульфид деген зат. Осы зат шеміршекті білдіретін ферменттерді тежейді. Яғни сарымсақ тек ауырсынуды азайтып қоймайды, шеміршектің тозуында баяулатады. Лондон Кингс колледжінің зерттеуінде сарымсақты тұрақты тұтынатын адамдарда тізе буынының артрозы 2 есеге аз кездескен анықталған. 2 есе бұл өте үлкен айырмашылық. Қалай жеу керек? Шөкі, кесіп, 5 минут күтіп, күнде 2-3 тіс. Бұрынғы видеода толық айтқан едім. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. 4-ші тағам, куркума. Куркума сары түсті дәмдеуіш. Базарда дүкенде сатылады. Қазақ асханасында бұрын аз қолшылданған, бірақ қазір белгілі болып келеді. Куркумада куркумин деген зат бар. Куркумин ғылымда ең көп зерттелген табиғи қабынуға қарсы заттардың бірі. 3000 астам зерттеу бар.
Куркумин буын ішіндегі қабыну жолдарын бірнеше нүктеден бір мезгілде тежейді. Дәрілер бір нүктеден тежейді. Куркумин бірнешеуін. Американдық ревматология қауымдастығының зерттеуінде куркуминді 90 күн тұтынған топта буын ауырсынуы цефаксаль дәрісімен бірдей азайған, бірақ жанама әсерлерсіз. Куркуминнің бір проблемасы жалпы жағдайда нашар сіңеді, бірақ бұны шешу оңай. Куркуманы қара бұрышпен бірге жеңіз. Қара бұрыштағы пиперин куркуминнің сіңуін 2000% арттырады. 2000% бұл кездейсоқ сан емес, зерттеулерде дәлелденген. Және куркуманы майбен бірге жеңіз. Куркумин майда ерітін зат. Қалай тұтыну керек? 1 шай қасық куркума, аздап қара бұрыш, 1 шай қасық зәйтін майы, 1 стақан жылы сүтке немесе суға қосыңыз. Алтын сүт деп аталатын сусын міне осы. Кешке ұйықтар алдында ішіңіз. Тамаққа да қосуға болады, бірақ міндетті түрде қара бұрышпен. 5-ші тағам. Желатин немесе сорпа. Бұл ең қазақы, ең таныс тағам. Сүйек сорпасы. Қазақ дастарханының негізі. Ал ғылым оның буынға пайдасын дәлелдеді. Сүйек сорпасында не бар? Коллаген, глюкозамин, хондроитин. Осы 3 зат шемішектің негізгі құрылыс материалы. Коллаген. Шемішектің негізі. Шемішек 90% коллагеннен тұрады. Жасқа қарай дене коллагенді аз өндіреді. Сүйек сорпасы коллагенді тікелей жеткізеді. Ішекте сіңіп, буынға жетеді. Глюкозамин мен хондроитин буын сұйықтығының негізгі компоненттері. Дәріханада глюкозамин деп сататын дәрілер бар, өте қымбат. Ал сүйек сорпасында осы заттар табиғи күйінде бар. Венский медицина университетінің зерттеуінде күнде коллаген тұтынатын топта 12 апта ішінде буын ауырсынуы орта есеппен 30% азайғаны, буын икемділігі жақсарғаны анықталған. Қалай дайындайды? Сүйекті, желек, омыртқа, тізе сүйегін 4-6 сағат бая отта қайнатыңыз. Неғұрлым ұзақ қайнатсаңыз, соғұрлым коллаген мен глюкозамин суға өтеді. Тоңазытқышта суытқаннан кейін үстіне май қатса, бұл жақсы белгі. Коллаген көп девенсіз. Күнде 1-2 кесе сорпа, немесе дүкеннен желатин алыңыз. Күнде 1 ас қасық жылы суға ертіп ішіңіз. Желатин де коллагеннен жасалады. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Бұл видеоны балаларыңызға жіберіңіз. Енді маңызды бір нәрсені айтайын. Не жемеу керек? Кейбір тағамдар буын қабынуын күшейтеді. Осыларды азайтпасаңыз, жоғарыдағы 5 тағамның пайдасы азаяды. Қант пен тәтті тағамдар қабынуды күшейтетін ең басты зат. Қант инсулинді күрт көтереді. Инсулин қабыну молекулаларын белсендіреді. Буын ауруы бар адамдар үшін қантты азайту бірінші қадам. Ақ нан, ақ күріш, тез қорытылатын көмірсулар. Оларда инсулинді күрт көтереді, қабынуды күшейтеді. Қуырылған тағамдар, жылуда өңделген майлар, буын қабынуын күшейтетін заттар біледі. Шұжық, колбаса, жартылай дайын өнімдер, консерванттар, бояғыштар буын қабынуын күшейтеді. Осыларды мүлдем жемеңіз деп айтпаймын, азайтыңыз. Буын ауруы күшейген кезде мүлдем тоқтатыңыз. Енді тағы бір маңызды нәрсе – қозғалыс. Буын ауырғанда қозғалғыңыз келмейді, бірақ қозғалмасаңыз, буын одан сайын нашарлайды. Буын сұйықтығы тек қозғалғанда жаңарады. Отырып қалсаңыз, сұйықтық тұрақтанады, шеміршек аш қалады. Күнде 20-30 минут жаяу жүру буын үшін ең жақсы жаттығу. Жылдам жүрудің қажеті жоқ. Жай, бірақ тоқтамай. Буын сұйықтығы жаңарады, шеміршек тамақтанады, ауырсыну азаяды. Судың маңызы. Буын сұйықтығы 90% судан тұрады. Су аз ішсеңіз, буын сұйықтығы азаяды, шеміршек кеуіп қалады, үйкеліс артады, ауырсыну күшейеді. Күнде 8-10 стақан таза су буын ішінде маңызды. Дене салмағы. Артық салмақ буынға тікелей қысым жасайды. 1 килограмм артық салмақ тізе буынына 4 килограмм қосымша қысым жасайды. 10 килограмм артық салмақ тізеге 40 килограмм қосымша жүктеме. Буын тез тозады. Сондықтан салмақты реттеу буын ауруын азайтудың ең тиімді жолдарының бірі. Бүгінгі видеоның түйінін айтайын. Бірінші, майлы балық. Аптасына 3-4 рет 150 грамм. Омега-3 буын қабынуын азайтады, шеміршекті тамақтандырады. Екінші, зімбір. Күнде 1 шай қасық, шайға тамаққа қосыңыз. Гингерол буын қабынуын ибупрофен сияқты тежейді. Үшінші, сарымсақ. Күнде 2-3 тіс, шикі, шеміршекті білдіретін ферменттерді тежейді. Төртінші, куркума. Күнде 1 шай қасық, міндетті түрде қара бұрышпен. Алтын сүт ретінде кешке ішіңіз. Бесінші, сүйек сорпасы немесе желатин. Күнде 1-2 кесе. Коллаген, глюкозамин, хондроитин, шеміршектің құрылыс материалы. Қосымша.
Қанспен қорылған тағамды азайтымыз. Күнде 20-30 минут жаяу жүріміз. 8-10 стақан таза су ішіміз. Бүгін бір өзгерістен бастаңыз. Кешке бір стақан жылы сүтке бір шай қасық күркума мен аздап қара бұрыш қосымыз. Ішіміз. Осы бір қадамнан бастаңыз. Буыныңыз рахмет айтады. Бұл видеоны балаларыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіз. Комментарий жазыңыз. Буын ауруы бар ма? Және осы 5 тағамның қайсысын жейсіз? Видеоға лайк басыңыз және каналға жазылыңыз. Денсаулық болсын. Ұзақ өмір сүріңіз.